Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Аптаның айшықты оқиғаларын баяндау үшін Бағдар жобасы қайта оралды. Біздің мақсат хабарды жылдам тарату ғана емес, оның шынайылығына да ерекше мән беру. Ендеше ағайын дүмбілез ақпараттан дүбәра болмас үшін біз айтатын дерекке көз салыңыз. Ендеше Бағдар жобасының кезекті санын бастаймыз. Адам емес мәңгі өлмейтін атағы өмір бақи жасайды ғой ол тағы. 30 жыл бойы тізгін ұстап, ерге қонған Қазақстан халқын басқарған Назарбаев елбасы атағымен қош айтысты. 15 ақпан күні елбасы туралы заң ресми түрде күшін жойды. Конституциялық заңға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойған. Айта кетейік, бұған дейін парламент тұңғыш президент елбасы туралы заңын күшін жою үшін шешім қабылдаған еді. 5 маусымда өткен республикалық референдумдағы маңызды тақырыптардың бірі елбасы атағымен оның тұғырына қатысты болды. Көпшілік бірінші президент отбасына берілген артықшылықтарды алып тастауды сұрады. Мәжілістің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы Арман Қожахметовтің айтуынша, бұл құжат республикалық референдумда қабылданған өзгерістерді Конституцияға енгізуге мүмкіндік берген. Цитата. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына қол қойды. Конституциялық заңның мәтіні баспасөзде жарияланды делінген хабарламада. Елбасы атағын аластау конституциялық заңмен аяқталған жоқ. Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайты домендік атауын өзгертті. Бұған дейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сайты елбасы KZ деп аталып келді. 16 ақпан күні таңертең порталдың домендік атауы Назарбаев KZ болып өзгертілді. Дегенмен елбасы сілтемесі әлі де жұмыс істеп тұр және жаңа мекенжайға сілтеме жасайды. Сонымен қатар сайттың тақырыпшасы да өзгерген. жылы мамырда Конституцияға енгізілген түзетулердің арқасында Нұрсұлтан Назарбаев президент сайлауына еш шектеусіз түсе беретін айрықша құқық иеленген еді. Кейін Қазақстанның тұңғыш президенті деген ресми атаққа ие болды. Бұл атақ арқылы Назарбаев қылмыстық қудалауға жатпайтын тұлғаға айналды. Енді елбасы атағы туралы естелік айтайық. 2010 жылы 15 маусымда билікте отырған елдің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы деген ресми атақ беру заңмен бекітілді. Заңда Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасына қол тигізбеу құқығы жазылған. Заң бұзғандар 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Не деген жалпақтау десеңші. Ана заңды сұнғандардың бәрі үйлерінде жатып жатқан шығар, иә? Құлан құдыққа құласа, құлағында құрбақа ойнар дегендей, кезінде елбасының етегіне жармасып, шарапатын көрсек екен дейтін азаматтар жолынан жаңылды. Назарбаев туралы теріс пікірлер айтылып, оған арнап жазылған жыр дастан авторлары атасынан бас тартып жатты. Елбасы туралы заң күшін жойған соң, ел қандай жаңалық болады деп алаңдап отырғаны анық қой. Енді біз айтайық. Былтырғы жылы азаттық экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қыздары Әлия, Динара, Дариға Назарбаевалардың інісі Қайрат Сатыбалдының Алматының Бостандық ауданында орналасқан зәулім үйлерін анықтады. Бұл орындар мемлекет меншігіне қайтарылама. Бұл уақыт еншісіндегі сұрақ. Жаңа Қазақстанның негізгі идеясы әділдік пен ашықтық екенін ескерсек, бәрі де мүмкін ағайын. Кім не десе де, Назарбаев саясаттағы жарық жұлдыз атанған азамат. Түрлі республикалар арасындағы ірі тұлға. Ол сарабдал саясаттың арқасында Қазақстан өз бетінше күн көре алмайды дегендердің аузына
құм құйды. Зейнеткер атанған Назарбаевқа айып таға беруді доғарған дұрыс секілді. Өйткені біз өткенге салауат айтатын, бүгінге тәуба қылып, болашаққа үмітпен қарайтын елміз. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі. Осымен Бағдардың кезекті саны тәмам. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар. Каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.